Сәлем достар, бүгін сіздермен жасушаның ең негізгі компоненті мембрананы қарастырамыз. Мембрана аса күрделі құрылымды зат. Жасуша мембранасының негізгі екі қызметі бар. Олар жасуша құрамындағы заттарды сақтап, оларды сыртқы ортадан бөліп тұрады. Және жасушаға қандай заттар кіріп шығуын бақылайды. Жасуша мембранасының негізін қос фосфолипид қабаты құрайды. Ол мысалға мынау бірінші фосфолипидтік қабат, мынау екінші фосфолипидтік қабат. Яғни екі қабаттан тұрғаннан кейін оны қос фосфолипидтік қабат деп атаймыз. Және осы қос қабатта әртүрлі молекулалар еніп жатады, жасуша мембранасын құрайтын. Яғни олар нәруыздар, көмірсулар, холестеролдар. Ендеше біз осы жасуша мембранасының құраушы бір молекуласы фосфолипидке тоқталсақ. Фосфолипид бұл құрамында фосфаты бар липидтерді немесе майлар деп атаймыз. Осы фосфолипид молекуласының әр біреуінде фосфатты басы болады, яғни мына бөлігі, және құйрығы болады. Фосфатты бөлігін гидрофилді деп атаймыз. Гидрофилді дегеніміз ол суды өткізеді, суды тартады, суды жақсы көреді деген мағынаны білдіреді. Ал екінші гидрофобты бұл керісінше зарядталмаған, суды өткізбейтін, суды жақсы көрмейтін бөлігі болып табылады. Және осы құйрығы қаныққан, қанықпаған май қышқылдарынан тұрады. Келесі бұл бізде нәруыздар. Бізде нәруыздың бірнеше түрі берілген. Мысалға, жоғарыда суретті алып қарасаңыздар, нәруыздың толықтай енген түрі бар екен, немесе осы қабатты тесіп өтетін түрлері. Және жартылай енген нәруыздарда кездесетін. Міне, тек бір қабатқа ғана енген. Немесе мына түрі. Міне. Және осы нәруыздың негізгі қызметі мембранадағы нәруыз каналдары арқылы заттарды өткізу болып табылады екен. Яғни жасуша сыртындағы заттарды ішке, іштегі заттар сыртқа қарай тасымалданады. Және мембрананың жартылай өткізгіштік қасиеті бар. Кейбір заттар өтеді, осы нәруыздар арқылы немесе фосфолипидтік қабат арқылы өтеді. Кейбір заттар өтпейді, сондықтан оны жартылай өткізгіштік қасиеті бар деп айтамыз. Келесі бұл көмірсулар. Көмірсулардың жаңағы мембрана қабатында орналасуына қарай оларды гликопротеиндер деп атаймыз. Өйткені көмірсумен нәруыз жалғанған молекуланы, мынау бізде нәруыз, көмірсу болса, онда оны біз гликопротеин деп атаймыз. Ал егер бізге мынандай берілсе, фосфолипид және оған көмірсу жалғанса, біз оны гликолипид деп атайды екенбіз. Яғни бұл көмірсулардың мембранадағы орналасуы. Келесі бізде бұл холестерол. Холестеролдың негізгі қызметі жасуша мембранаға беріктік, иілгіштік, мықтылық, тығыздық қасиет береді, және кез келген молекула иондарының өтіп кетпеуін қамтамасыз етеді екен. Бұл жаңағы тек жануарлар жасушасында ғана кездеседі, өсімдіктер жасушасында болмайды. Және де бұл
мембранадағы орналасуы фосфолипидтің құйрық бөлімінде ғана орналасады, өйткені олар гидрофобтылар. Яғни гидрофобтылар бір-бірімен байланыс түзе алады деген сөз. Сонымен қатар, осы жасуша мембранасының органоидтарда болуы, яғни мембранасыз және мембраналы органоидтарды атап өтсек, мембранасыздарға рибосома, центриоль немесе жасуша орталығын жатқызсақ, мембраналылар олар 2 мембраналы және 1 мембраналы органоидтар да бар. 2 мембраналыға ядро, митохондрия, пластидті жатқызсақ, 1 мембраналыға Гольджи аппараты, эндоплазмалық тор, лизосома және вакуольді жатқызамыз.